Бүгін сіздермен біз осындай дәмі керемет тіл үйретін жұп-жұмсақ медовик дайындайтын боламыз. Водяной банеге 100 грамм қантымыз саламыз, 150 грамм майымыз салып, 2 үлкен қасықпен медымызды құйып, жаймен жай отта ерітетін боламыз. Бөлек бір ыдысқа 3 жұмыртқамыз салып, миксерлейтін боламыз. Оған 100 грамм қантымыз жаймен салып отырып, әппақ болғанша осылай миксерлейтін боламыз. Еріген смеске жұмыртқамызды құйып, осылай жаймендеп араластыратын боламыз. Осыған 420-450 грамм аралығындағы ұнымызды және 20 грамм разрыхлителімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Онды бірден салып жібермеңіздер, жаймен салып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Сосын қамырымызды 6 немесе 7 бөлікке бөліп аласыз. Менде үлкен-үлкен 6 бөлік шықты. Осылай домалақ етіп бөліп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан шамалы жайылуы қиындау болады. Мен бастапқыда осылай ұнмен жайып алып, сосын ары қарай үлкен жаю үшін пергаментке салып жаятын боламын. Солай жайсаңыздар ыңғайлы болады. Поклан пергаментін пайдаланам, өте жақсы. Осылай барлық қождарымызды 220 градуста пісіріп алатын боламыз. Піскен қождарымызды бірдей етіп кесіп алатын боламыз. Менде 26 диаметрлік өлшеммен кесіп жатырмын. Барлығын кесіп болған соң, енді арасына крем жасайтын боламыз. Бізге варенка, қаймақ және сливки. Осы үшеуінен карамельный крем жасайтын боламыз. Кремнің дәмі өте керемет болады. Сливкиден 33% сливки пайдаланған жөн. Дәмі керемет қою болып шығады. Осылайша дайын кремімізді қождарымыздың арасына салып жағып шығатын боламыз. Қамырыңыз жұмсақ болатын болса, крем өте тез сіңетін болады. 1-1,5 сағатта пирогты кесіп жей берсеңіз болады. Осылайша кремнің бәрін жағып болған соң, артылған қождарды ұнтақтап, осылай бетіне сеуіп шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Медовый карамельный креммен ерекше болып шығатын болады. Ас болсын.